Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті қауым. Бүгін мынандай бір оқиға туралы әңгіме айтқым келіп отыр. Қазіргі таңда мынау бұралқы иттердің әңгімесі қоғамда үлкен сөз болып жатыр. Парламентте депутат Еділ Жаңбыршиннің бастамасымен сол бұралқы иттерді тежеу, оның көзін жою туралы заң жобасы талқыланып, мәжілістен оқылулардан өтіп, сенатқа жолданыпты. Осы заңның аясында әртүрлі пікірлер болып жатыр. Бұл заңды құбылыс. Бұл жерде мен айтайын деп отырғаным, әлеуметтік желі арқылы депутатқа, сол заңның бастамашы болған Еділ Жаңбыршинге шабуылдар жасалып жатыр. Өте жаман сөздер жазылып жатыр. Өміріне қауіп төндіретін, былайша айтқанда қоқал оқу көрсетіліп жатыр. Мен бұны дұрыс емес деп есептеймін. Бүгін Азаттық радиосы бір шығарылымын тұтас осы мәселеге арнаған екен. Депутат Анас Баққожаев сұхбат беріпті, бәрін мұқият тыңдап шықтым. Мен Еділ Жаңбыршинді өте жақсы білем, өте құрметтеймін. Келіспейтін жерлерімде болды, соған байланысты ашық сынаған кездерімде болды. Бірақ менің сол сындарыма бола, менімен жауласып кеткен, маған өкпелеген Еділ Жаңбыршинді көрген жоқпын. Мен де ол кісіге сол сынадым екен, осымен іс бітті деп сыпырмайым жоққа шығарған емеспін. Кездесіп, амандасып, құшақтасып, ой бөлісіп келе жатқан депутат. Демек, Еділ Жаңбыршин өте кең жігіт, өте белсенді депутат, өте білімді депутат, өте еңбекқор депутат, ұлтыма, халқыма, мемлекетіме болсын деген азамат. Сондықтан біз бұл мәселеге бейжай қарамауымыз керек, құрметті алаш жұрты. Депутат ол депутат. Жақсы ма, жаман ба? Біз осы заң шығарушы институттың мүшелерін кез келгенде бұндай қауіптерден, мұндай жаңағы қорқытулардан қорғауымыз керек. Өйткені ол біздің үш биліктің біреуі, заң шығарушы органның өкілі. Еңбегі де ұшан теңіз. Азынаулақ кеткен жерлері бар шығар, мен жөнінен айтқанда. Бірақ ол мәселе бірте-бірте шешіледі. Енді бұралқы иттердің шектен тыс көбейіп кеткені рас. Оның адамдардың өміріне қауіп төндірген жағдайдың бар екені де рас. Оның санды мәліметтерін жіпке тізгендей қылып отырып, Еділ Жаңбыршин мырза парламенттің төрінен өзі айтып шықты. Қарап отырсақ, шынында да қорқынышты. Бұл мәселеге біздің қоғам бейжай қарамау керек. Керісінше ақыл қосып, осы мәселені оңтайлы шешудің жолдарын ұсыну керек. Жаңағы әлеуметтік желі арқылы Еділ Жаңбыршиннің атына айтылып жатқан сөздер, қорқытулар, үркітулер, балағат сөздер, бұл бір қарап отыратын болсақ, шынында да бір қауіпті жағдай болып тұр. Егер осындай депутатымызды осындай текпіге тастап қойып біз қарап отырсақ, онда біздің мемлекетіміз, онда біздің заң шығарушы органымыз қалай жұмыс істейді? Құрметті ағайындар. Сондықтан мен сіздерді шақырам Еділ Жаңбыршинді қолдауға. Ал енді заңның артып кеткен, жетпей жатқан тұстары болса, міне сенатқа барды. Сенатта да 50 депутат бар. Олар да талқылап өздерінің құқықтық бағасын береді. Ар жағында президент бар. Мүмкін ол заңға вето қою мүмкін қабылдайтын шығар. Бұл басқа нәрсе. Бұл жерде менің тағы да қайталап айтам, депутат Еділ Жаңбыршиннің жеке басында тұрған ештеңе жоқ деп есептеймін. Әлемдік тәжірибені зерттепті, оны да айтып жатыр. Соның ішіндегі өзі ыңғайлау деген бір тәсілді заңға кіргізіп, осы бұралқы иттердің шектен тыс көбейіп кетуін тежеу жолдарын заңға кіргізген екен. Түсінікті ғой? Сондықтан оған бола біз Еділ Жаңбыршинді
сол иттің мүддесін тырнақшаның ішінде қорғағыш дарға таптатып депутатымызды сондай күйде қалдыруға мен түбегейлі қарсымын. Сондықтан құрметті алаш жұрты депутатты қорғауға, оны көрінген осындай бір ақша табудың жолында жүрген немесе басқа бір ойдағы мүддедегі адамдардың текпісіне салып қоюдан біз қорғауымыз керек. Мен сіздерді Еділ Жаңбыршинді қорғауға шақырамын. Құрметті Еділ Терекбайұлы, біз сіздің жағыңыздамыз. Сізді қолдаушылардың саны көп. Ештемеден қорықпай, жұмысыңызды сол баяғы тебініңізбен жалғастыра беріңіз. Құрметпен Ауыт Мұқибек, 15 сәуір 2026 жыл.